Айтса, ертең жаңа нотариус не қылды, мен білмей қалып қол қойдым, білмей қалып айттым деп екі не сөйлеп жүрме, сразу ескертіп қойып. Претензиям жоқ деп айтасың ба қазір? Бұл кісілер не үшін ертіп келді сен? Айтсай, спокойно сөйлей берсей. Кешірім сұрап жатыр. А? Кешірім сұрап жатыр. Біздің артық не кетті? Бізді кешірім. Артық не кетті дейді. Жоқ, қорықпай сөйлей бер, сен ешкім қорқытпайды, айта бер. Өтеке, бағана видеоға тұтқын шығыпты, бір минут өшіріңіз. Жоқ, айта берсей, что ертең жаңа үйің сатқан сияқты, білмей қалдым, не қалды деп тұр ма? Ашығын айтсай. Нұргүл, бізде жұмыс жоқ екен, кеше мысалы ғой, жұмыс жоқ, мектеп көмектеспейді, не деп мақала жарияланған болды, жемқорлық және заң газетінің несі бойынша. Алайда біз саған кеше сенбі күні мектеп басшысы бар, мектеп әкімшілігі келіп, мектеп әкімшілігі барлығы келіп, саған не көмек берілген, алдағы уақытта тағы көмек берілетін, ал бірақ жаңа Әуезханов Мұхан деді ма? Әуелбек Мұханға біздің мектептің еш тарапынан қатысы жоқ екен, барлығы айтылды. Оның жаңа жазып келген письмосы да жаңағы интернатқа өткізеді деген біз ол жағын еш тарапында біздің қатысымыз жоқ. Хатта келмеген бізге. Бірақ сіз осы мектепке қояр қандай арыз шағымыңыз бар? Мектепке ешқандай жаңа кінәм жоқ дедіңіз. Мен жаңа там бойынша ашуланып отырып айтылып кетті, Әуелбек письмо жіберді деген соң. Ал бірақ мектепке қояр ешқандай кінәм жоқ дедіңіз. Соны қазір жемқорлық және заң газетінің редакциясының алдында, және қоғамдық ұйымның алдында айтыңыз, мектепке ешқандай кінәм жоқ қоятын. Себебі ол кісілердің маған осыншама көмек берген. Өз аузыңызбен айтыңыз, бізде қазір сонша істеп жатқан жұмысымыз жыл көлемінде аяғына келгенде нөл болып тұрған есеп болып тұр. Бұл соның дәлелдеу үшін біз барлық кеше құжаттарды көрсеттік, міне газет редакцияның алдына сізбен тікелей бетпе-бет келіп отырмыз. Бетпе-бет эфиріне. Сол бойынша қазір камера былай қарап түсіріп, мына кісі қазір айтады, мектепке қандай несі бар екен. Ризашылығын көмек берген рас па? Сізге мектеп формасымен қамтамасыз еткен рас па? Зәлим апайдың? Алдында не сіздерге ренжідім. Мектепке ма? Мектепке. Жаңа арыз мәселесімен одан кейін кеше өткендегі сіздің неңізге. Мен барғанда ше, сен дұрыс түсін. Мен онда істеген жоқпын. Соның үшін өзім жүрегіме алдым да мен бұл сөзді. Сен сырттан естіген. Мысалы, халаникіне алып, жаңағындай пенсияны алып, мен енді бала шағыма шашып жатырмын ғой, көшеге шашып жатқан жоқпын. Енді дұрыс, айта беріңіз. Мен сіздерге енді артық кеткен шығармын енді, кісілерге де рахмет. Бірақ енді мен қатты қапа болдым мен сол кезде. Жыладым, ауырдым, скорый шақырдым. Бірақ енді артынша енді мұндай нәрсе болмайтын шығар деп ойлаймын, үміттенемін. Бірақ Әуелбек Мұхан сіздерге арыз жазыпты. Осындай балдарын интернатқа өткізсін, мен соны талап етемін деп. Әуелбек Мұхан деген кісіні біріншіден біз еш танымаймыз, оны кездескенде емеспіз. Егер мысалда Алпысбайға бізге письмо келетін болса, бірінші хатшыға келіп тіркеледі. Тіркелген екен бұл тіркелген хат басшыға келеді, директор сосын виза алады. Кімге тиесілі сол хат, сол кісі жұмыс жасайды. Ал енді біз частный біреу там сатып алыпты, біреу бүйтіпті деген біз тек қана гароны. Бірақ мәселе ғой, жерде ол үйде ол бөлек мәселе. Нұргүл, сен бүйтіп ойлап отырсың, Әуелбек бізге хат жазады, біз сол арқылы барып деп. Сен ойладың ғой сен, мен сондай ма? мысалда далаға шығуға да өзі қазір көшеге шығуға да қалдым. Өйткені мектептен де әңгіме естисің, мысалы көшеден де естисің. Мен қашан көшеде шығып арақ іштім, болмаса темекі шегіп жүрмін. Сіздер білесіздер ғой мен қандай екенін. Сіз ондай сенбеңіз, иә. Мысалы мен оны мақтанған жоқпын, просто мен балдарымды кейде қарамай қаламын. Мысалы өйткені мен ауруыма байланысты. Мысалы кейде жүрегім ауырады, кейде жиі больницаға жатып тұрасыз, иә. Больницаға вообще жата алмай қалдым бір жыл. Бірақ мен кешегі сіздің айтып отқаныңыз рас, мен қапа болдым. Дәл сондай мектеп сондай істейді екен деп ойламаппын мысалы. Мысалы кезегі келіп мысалы Әуелбектің арыз берген, мен сондай деп ойладым өзім. Любой адам сөйтіп Сол мақсатта істедің ғой сен, иә? Мысалы любой адам сөйтіп ойлайды. Мектепке де барды, больницаға да барды, соседтерге 10 әйел мен атына арыз жазыпты. Нұргүл осындай арақ ішеді, көшеде, балдар қашан көрсең көшеде маңқырап жүреді деген әңгіме естідім. Мен түркі класстағы қарындасына да айтыпты. Ол қарындасы да мен интернатқа беремін деп отырмын балдарым. Мейлі береді ма, бермейді ма, оны бір Алла біледі. Мен қашан да балдарыма беріп жатырмын.
мақтанбаймын. Біреудің байдың үйінде де тірлік істеп жатырмын. көргенбіз. Мысалы көшеде шөпте жүремін. Көрдік қой. Жоқ, бірақ енді сіздер маған қалай мен түсінбеймін. Мен мысалы жаман жерім болса айтыңыздар, Жоқ, ондай сөзді естіген жоқпыз. мысалы мен бұл кісінің де папасымен бірге жұмыс істеген кезінде да. Нұргүл, бұл әңгіме шықпай тұрғанда саған бір ауыз Нұргүл деп айттық па? Жоқ, Айтқан мен- жоқпыз ғой. Мысалы, Осы мәселеден қалай басталып тұр ғой. Осы мәселеден Мерке басталып апай тұр. сіз қалай Мен келіп мен аштыңыз иә? ашқан жоқпын, сырттан ертіп келгенде сен жылап өзің аштың. Мысалы да Соседімнің үйін істеп жатырмын кейін дедім. 120 мың Иә. қаяқта деп сұрадыңыз иә екеуміз де. Мен 120 мың бала шағам аузына беріп жатырмын. Мен киім киіп көшеде ләйіп жүрген жоқпын, құдайға шүкір. Тойға да бармаймын. Байымның туысқандарымен де араласпаймын. Неге? Өйткені мен қазір әңгімеден уже тойып біткен. Нұргүл, Мен жесір шығарып, кішкентайымнан жетім болып өсіп келе жатырмын мен әңгімешейін. Нұргүл, мен акция жасайын. Әлеуметтік педагог обязательно акция жасау. Үйінде жануар бар ма, кіріс көзі қанша бал. Ол менің жұмысым. Ол любой кітап бар, біз әлеуметтік педагог соның ішінде бар. Ол кіріске мен обязательно сұрауым керек. Өйткені кіріс көзі бәрі мен түгел ішек қарнынан бастап бәрі мен зерттеуім керек. Ол зерттеу акты. Әлеуметтік тұрмыс жағдайын зерттеу акты деген акт сол бар. зерттеу мақсатында ашылды ма сонда бұл кісінің тоңазытқышы? Холодильникше мына кісі мен жоқ едім ана Енді жас- келем қайтыс болып қазір жетісін өткізіп келіп отырмын да далада соседтің үйін істеп жатты біз барған есіңде ма? Сосын біз айттық, сен неғып жүрсің бұл жерде десек, осы қызым ауырып больницадан келген 2 күн болды деді. Сенбесеңіз үйге кіріңіздер деді. Үйіне кірдік. Міне мен жейтін нәрсесі де жоқ, қызымның бала шағамның деп продуктым жоқ. Міне мен осыны бірдеңе қылсам базарға барамын деп өзі көрсетті. Сосын кейін біз айттық, егер дедік, дәл сондай болса біз көмектесейік, ақша алатын болсаңыз әкеп берейік деп едік. Сен Жоқ, өзің көрсеттің өзім ба? дедім. Мен Өзі өзім көрсеткен. көрсеткен Жоқ, сен көрсеттің далада. Мен бір алла төбемде. Алла тұр. Мен 14 жыл болды заушылық істегеніме. Мен де айтам Алланың атыменен. Ол Мысалы өтірік. 120 мың мен мейлі ғой мен оны. Ол сен 120 мың алатын менің есімде де жоқ. Бірақ сен көрші үйін істеп жағам жаттың. ба, жоқ, жақпайым ба, киім жуам ба, жоқ, кір қожалақ қылып мектепке жіберем ба, ол өз проблемам. Саған Мен осы сіздерге- күнге де бірақ- бір ауыз әңгіме айтылған жоқ. бірақ Нұргүл. сіздер- Біз жаңағы октябрьден кейін барған барған жаңағыдай. емеспіз ғой сенің үйіңе. Сенің Мысалы жаңағыда мектепке бар андай әңгіме айтты, Нұргүл мынандай көшеде мынандай ләйіп жүр. Оны естіген емес. Ондай біз Сондай ондай әңгіме. естідің ба? Естідім. Мысалы менен бізден естідің ба şu отырғандардан? біз Естіген естіген жоқпыз, жоқпыз Нұргүл мысалы. ойлап көшеде арақ ішіп жүрген Нұргүл. Нұргүл оны Мектепте Нұргүл мынандай. Енді бұл жерде тағы да ұрысуға келіп жатқан жоқпыз. Бұл жерде сіз мына журналистердің алдында, бас редактордың алдында, қоғамдық ұйымның алдында сіз мектепке бұдан кейін қояр арыз шағымыз жоқ па, мектептен көмек алатсыз ба, соны нақты айтыңыз болды. Bu yerde beğenamızlar, ayıp etmemizdir. Bu yerde var bu kişinin kelime iki mesele. Tamga boşum sizden katısınız yok. Katısınız yok. Bırak kardeşim beğenamızlar. Al ben canlı tokta dedim, ben basırıdan umulda cevap ispayım. Alın beğenamızlar. Bu kişi kelinde cevap degen doğun. Bırak son tamda aytkan gezde, koşup ayttınız mı olsun mektep meseleni. Bu yerde var biz endi 4 balamdan 250 mыңға tam satılsa, bu ne degen batman kuyruk degen oyga kettik. Endi kesirge kömekleşmesen, yardım vermesen de anam tamamız. Ben keşet ayttım mı, o söz tağda aytam. Önüm desem sizlerge duruz. Biz zerttep жүрgüzbekçi bolduk. Bırak sizlerden bir gün burun, canlı cuma günü biz barıp sürdük. O keyin sosetlerin bari aytты, söyleyecekler de var kız aytты. 5. klass okup жүрген кезде kiyim berdi. Odan keyin bergen yok dedim. Tamamız, sizlerden birazdan müvedir etkan. Екінші mesele, kitabının bari tügel emes dedim. Dürüst ba? Kitap degen senin жағдайыңа жаңағыдай қарамай түгел демей берсе, менің немерем де дәл сондай маған айтады, менің немерем де сондай. Түсінбе? Бұл негізі айтылған сөз емес, бұл жұмбақ. Бірақ менің немереме толық беріп жатыр. Негізі мектебінде, Ататүрікте, Сәкенде немерем оқиды. Келінім қайтыс болғанда, содан кейін маған жаңағыдай тамақ та беріп жатыр. Бірақ жаңағыдай бар ғой, сол сіздердің арқаларыңыздан. Бірақ біз сіздерді бар ғой, ойбай жаңағыдай бұл қызға көмектеспесек, қол жәрдем бермесек, неменеге біз сонда жұмыс істейміз? Халыққа шамалы көмек беру керек қой. Дұрыс. Ал енді бейғара, бұл жерде бар ғой, жаңағыдай сіздікі дұрыс. Сен бергеніңді айта берме. Сен жаңағыдай бар ғой, кітапты жаңадан бердім. 90-ның түйінде әмесі болсында, мен де телевизор көремін, көзім жарық. Мен ошым хабар көремін. Інімді негізінен кезде жаңа кітап бере алмасам, ескі кітап болса да беруге тиіспін. Гарантия беремін. Айтайын да, кезекпен сөйлесейікші. Екінші мәселе жаңағыдай бар ғой, қалай дейін тең шықты. Орыстың бір нәрсесі қайтып болып, келген жоқ деді. Негізі суббота күні біздің демалысымыз. Маған звондаған Айдархан,
вокзалдағы сөйтіп барып осы жерді аштық. Дұрыс бармын? Иә. Осы қарындас болды, тағы біреу болды, сондай. Бірақ негізінен кезде бұл жерде тамның ешқандай жерге қатысы жоқ. Бірақ жаңағыдай тиянақтық айт. Ертеңгі күні бар ғой, мен әлі жаным ашып сен үшін балаңыздың сұрдығын осымен қырысып қалдым. Қарындасында басыңды істетпей, төрт балаңа бар ғой, рахмет, бұдан көмектесіп алдым. Сен тиянақты екі нәрсеге жауап бер. Өзіне сөз берейікші. Иә, Өзің айтшы енді. Енді қараңыздар, Айтсын жаңа деп. біз 7-ші класста класстың қызына кірдім. Бүкіл класстан сұрадым, міне видеоға түсіріп. Міне, сіздерге жаңа кітап берілді ма дедім. Жоқ. Барлығы Үшінші жетіп класс тұрған. оқитын баламда Асимада ма, Асимада? Асима апайда мысалы кітабы жыртық. Беті жоқ, вообще жоқ. Енді үш Ол қалай оқиды? Бізге әкелмейсің ба осы Нұргүл, кітаптері? 3, 6, 8 сыныпқа биыл оқу жылында жаңа кітап келеді. 100%. Оған дейін келмейді, осы оқу жылында келеді. Бар кітаппен Жаңартылған білім бойынша. бар кітаппен оқиды. Ал енді, Айтайын, не айтасың? енді өзің жаңа тоқатер әңгімеңді бұдан кейін қояр Бізге арыз не кейін айтасың, бар ма, бізге айт. жоқ мектепке ризамын көмекті бер дей ма, көкең айтып жатыр ғой, тазасын айт, ертең жаңа өтекеңді айтып жатыр, ары бері Наташа сияқты болып қалмасын деп. Иә. Айт. Не классы көпшісіне ол қызым? Жаңағыдай әңгімені қояйық. Жылдың басында Біз барлық есімге кітап немесе берілген. Жаңағыдай келіп есік алдын жиналмаған, үй жиналмаған деген әңгіме. Сіздің үйіңізге, әуіңізге қатысым жоқ. Емеспіз ғой ондай Нақты, әңгімелер. мектептен көмек алып, Мен балдарыма күніге өзім ішпей кетсем де мен сіздерге мен кәдімгі өзім ляватқан жоқпын. Істеп беремін. Жаңа да тамақ істеп жатырмын. Өйткені ауру қызым мен өзім үшін істеймін ғой. Нұргүл апай, Жесінші. Сен соны айтып жылап едің ғой сол кезде де больницадан келгенде 2 күн болды апайлар мен мына жерде Может мен миым айналып, может мен сізді бәле жабайын деп жатқан жоқпын. Жоқ, Бірақ нағили сөйтіп сондай нәрсе айттым. болды. Иә. Ол жерде да, нағили нәрсе сондай жоқ болды. істеген жоқпыз Та өзі мектепке тағы не көрсетті. айтасың? Мен енді биыл 8-ші класс оқиды, құдай Алла бұйыртса, балам 4 оқиды. Иә. Мысалы, мынау да сабаққа барады, ауру қызым мен білмеймін, оның денсаулығы қалай болатынын білмеймін оны. Бірақ мен сіздерден көмек сұрап жатқан себебім, ертең осы үйді алып берсеңіздер, әйтеуір балдарым аштан қалмаса екен, мектепте әйтеуір жеп жатыр ғой тамағын. Бірақ Иә, кейде тамақ жемей жейді. қалады екен менің қызым 7-ші класс. Сенің қызың ше, кейде тиын әкеледі екен, білмеймін, содан кейін жемей қояды екен. Тиынмен көп бермеймін. Неге дейсіз ба? Өйткені бала не сияқты бұл өссін. Ертең күн біреудің қолына жайып, көшеде нан тұрамаса екен деп тілеймін. Өйткені мен жетім болып өскеннен кейін қиындықты көп көрсе екен деп ойлаймын балдан. Неге ертең күні әкесі мынандай деген атқа лайықты болып өссін дейді Құдай қыздар. қаласы. Дұрыс па? Қарай. Қыздарың Мен жаман балдарым сондайға тәрбиелеймін. Сіздің қызыңыз Ертең мына өте жақсы жетім апай. ойбай Пәлиже Нұргүлдің баққан қызы мынандай деп айтуға мен аузым бармайды. Жоқ, Құдайға Нұргүл шүкір. апай, мен сіздің қызыңызға осы уақытқа жалып айтқан емеспін. Жалып Қызыңыздың тәртібі өте жақсы, биязы қызыңыз, өте керемет қызыңыз. Рахмет сондай қыз тәрбиелеп отқаныңызға. Бір ретте де сізді 8 наурызда айтты ма, қызыңыз айтпады ма? Мамаңа көп рахмет айт. Айтады, Иә. жамандамайды мұғалімдерін. Еш уақытта жамандамайды. енді мұғалімдер Ешқашан ағай жамандамасын. мынандай, Мереке апай мынандай деп айтпайды. Неге дейсіз ба? Өйткені сіздерге байланысты ол. Қыздың өзінің несі, сана сезімі бар шығар. Бірақ мен жаңағы қапа Мен Нұргүл апай білмеймін, мұғалімдерге жауабыңыз жоқ болса, бұл жыл көлемде гимназия деген атымыз бар. Сонша жұмыс істеп келіп, бәрі нөлге шықты да, мектепке ата-ана көмектеспеңіз, біз енді үй сатқанға біздің қатысымыз жоқ. Бірақ осындай жағдай әңгіме туындап кетті. Бірақ сіздің бала-шағаңызға, сіздің жанұяңызға денім сау болып тұрса, әлеуметтік көмек беріледі, беріліп мен жатады. шырылдаған себебім жаңағыда бұған барып арыз жазды деген себебіммен сол. Біз танымаймыз. Неге маған жеп мұғалімдер бірауын айтпайды Мен деген. саған айттым ғой, Мұханың суретін көрсетші, бізге хат келген жоқ дедім ғой, сұрағым ғой сенен. Сен айттың ғой. Ондай болса бірінші сынып жетекшісі мен естимін ғой, сізге мен барам ғой. Бірінші емеспіз біз Мұханы даже танымаймыз да ол кісіңізді. Бізде октябрьде бардық, сен январда саттың. Арада қанша өтіп кетті, одан кейін барған жоқ қой. Октябрьден кейін барған жоқ қой Нұргүл сенің үйіңе. Октябрь 23-нде үйімізге бар. Ал там январда сатылады. Ал біз әуелгі Жоқ, жаңағы сіздер үйіне бала шағасын тексеріп, әлеуметтік жағдайын тексеріп, 2017-нің октябрінде барасыздар. Иә.
сол кезде ашылады жаңағы тоңазытқыш. Иә, айту Бұл бойынша. жерде мектеп мәселесінде біз мектепте қозғағанда негізгі мәселе мұғалімдердің келіп үйінен тоңазытқышты ашып тағамын тексеру және не тексеру еді сіздің айтуыңыз бойынша пенсия 120 мың аласың. Ол кіріс қағаз көзі істеп міндетті жатсың түрде деп. кіріс көзі айту Оның керек. документіне Мысалы жазылған 50 мың 120 ол акцияда тұрады ол өзі сондай да заң өзі дайын акт. Сол кіріс көзінде ақтыда 120 мың теңгені қайда жаратып деген сұрақ бар ма? Кіріс көзі 120 мың деп жазылады. Бұл енді 120 мың қайда жаратып жатсың деп сұрады деп жылап келді ғой сөйтіп айттыңыз ғой. ол 120 мың мен саған айтып отырмын ғой сіздерге 69 мың қыздың өзінің Жоқ, ол қыздың дәрісі несін білмеймін. Бәлкім әлеуметтік педагог құжатында осы жанұяға айына 120 мың табыс кіреді, мына қызды ауырады деп жазып бокстан актысын толтырады ғой. Ал енді ажыры жаратуында жұмыс жоқ қой. Нұргүл, сен мектепте үйде мамасы сен болсаң да мектептегі мамасы менмін оқушылардың да. Мен бәрін білуім керек та. Ағай мынаны сұрады ғой. Сыртқа өсек айтып, сені бір табалап үшін емес, ол менің жұмысым, ол менің міндетім. Мен баланы құқығын қорғау менің міндетім. Мен мектептегі мамасымын. Сен де балаңның әрбір контролін аңдып отырасың ба? Бейте қаяққа барды, қаяқ артық сөйлеп. Сол сияқты мен қайда бардым, не ішті, не жеді, не бәрі мен аңдып отырамын. Өйткені ол менің жұмысым, ол менің міндетім. Любой жерге барсам мен ол кезде келген кезде пенсияны алған кезде сіз неге сол кезде бір ауыз айтпайсыз? Нұргүл, мен сіздің ақшаңыз маған керек емес. Біз осындай кіріске жазуымыз керек. Енді бұндай нәрсе болып өршіп кетеді. Жоқ, адамның өзінің сана сезімін ойлаймын ғой. Ойламағанда мен Ой, сіздің табын сатылар ютубқа шығамыз деп ешқайсысы ойламаған ғой. Ассалаумағалейкум. Ата-ана келіп мектеп туралы да мектепке жаңағы көмек алып жатқан сол бойынша барлығын айтып, қояр ешқандай несі жоқ, сол бойынша айтып отыр. Ал мектеп басшысы да келді. Енді нақты айтыңыз енді. Бізде негізі барымыз. Мектепке жаңағы қояр шағымыңыз, мектепке үй жағдаймен біліп отырмын. Жаңа жұрттан көмек сұрап жатсың, онда біліп отырмын. Бізде бір қауым елміз. Шамамыздың келген көмегімізді береміз бізде. Дұрыс па? Бірақ кешегі анау кім жаңағы кім сен сұрап қойғансың, кітап ескі депті. Бізге ескі кітап жоқ. 7-ші сыныпта именно проблема жоқ ешқандай. Былтыр жаңа кітап келіп еді ғой. Сынып жетекші мына кісі. Былтыр сентябрьге барған кезде мен сұрадым да. Былтыр сентябрьге барған кезде мен киім әпердім деді. 2 қызға киім әпердім дедің, ә? Жоқ, өзім қасымда 2 қызға киім Мен ғой біреуі мына кісінің қызы ғой. Біреуі ана қызға бердім. Ол да нәрсе семья ғой. Иә, ол да. Иә, соған бердім. Өзі сол екеуі барды ғой менде. Былтырғы жылы лагерьге барды. 2 пятерка бердім біреуі ма? Екеуі бір қыз ауырып қайтып кетті. Барған, сөйтіп ана қызың бір шама судың ұстаған ба? Сөйтіп қайтып кетті? Несі, укол алып кетті. Укол алып кетті ма? Ол жерде барғаннан кейін жағдай денсаулығы болмағанда қайтып кеткен. Дұрыс па? Кетіп қалдық, иә? Одан кейін сентябрьде біз қыстық бердім ғой. қыстық киім бердіңіз ба? Иә, етік бердім, шалбары Қай уақытта бердіңіз? жүріп кеткен екен, январьда өтті ғой біз акцияны. Бердің бе? Өткен елде бердің бе? Алдым ғой, иә, Нұргүл. Етік пен шалбар. Кеше алдым деп жатырам ғой, алдым ғой. Кешеден ақша айтты ма? Алдым ғой, иә, алдым. Мен осы сіздерге дауласам жатқан жоқ, просто өткендегі мысалы холодильникті ашып пенсияңды маған бұл кісі түсіндіріп айту керек, кірсін мынандай Нұргүл апай ертеңгі күні сізде артық әңгіме болмасын деу керек еді бұл кісіге. Енді бұдан кейін сөйтіп айтамын Бұдан ғой. кейін әр адам сана сезімі енді қателеседі ғой адам Ойлап қараған ғой бұл. Адам болған деген осылай болады. Қателеседі ғой енді бәрі. Біз сені семьяң үйіңе бар жағдайын біліп тұрсақ, лажу жақсы оқығанымыз ғой, бос екен дейміз да. Біз жаманшылық қылмаймыз. Осы үйде оқытатын балаң бар. Оның жағдайын барып білмесе біз не боламыз онда? Бізде адам қасиетті қалмайды ғой мысалға. Айына бір рет барып хабарын барып біліп тұрмын да деме айтамын. Жағдай қандай жоқ, екен? сіздерге барма деп жатқан жоқпын. Дұрыс, енді біздің іс-әрекетімізден қате кетті, енді бұдан кейін қайталамай берген болдық та. Нұргүл апай мынандай болып жатыр, болмаса Нұргүл мынандай болып жатыр, мынандай жағдай. Ертеңгі сөз жаман ойлап қалмаңыз деп айтуымыз керек. Сол кезде Адам сөйтіп айтамыз енді. Одан кейін ондай сенің балаңды жаңағы сеніңнен ажырататын, анаяққа барып интернатқа көшіп жүретін біз емеспіз. Мына бізден де үлкен орындарға тапсырма береді бізге. Сол кезде ғана орындаймыз. Ал басқа уақытта ол құзырлы орында істемесе біз оны істей алмаймыз. Міне сондай. Кеше әңгімелестік қой жақсылап. Мен сол кеше қалып деп ойласам, кеше аңдай шығып тұрғаннан кейін не болды? Біз кешегі түсінгеніміз не болды деп өзім ойлап қалдым да. Мектептің қасында тұрасың ғой, біздің қасымыздасың, біздің қарамағымыздасың.
Иә, жаңағыда ана кісінің берген киімдерін басқасын бар ғой, өзіміз де береміз. Сен баланы ешқандай жалаңаш қоймаймыз. Біз саған тек қана көмек береміз. Мен мысалы бұл кісі киім әкеліп жатса мен басқаша түсінемін да. Өйткені мына жетім, таза, тас жетім, сондай нәрсеге беретін шығар деп ойлаймын. Жоқ. Бізде көп балалы, жартылай жетім. Мысалы мен сондай деп ойлаймын. Өйткені мен сондай статусқа балалар. өмірімде ондай нәрсе алып көрмегенмін. Дұрыс. Енді мынаны қара. Бізде ыстық тамақ жеді де, ыстық тамақты ғой, әке шешесі мысалға Бексұлтанның баласы, мынаның баласы 3 ай ыстық тамақ ішпейді. Қандай бір ашеді? Тұрмысы төмен, жұмыс істемейді дегенде, жетім, жартылай жетім деген бар. Туп деген не дейді, тас жетім дегендер болады, көп балалы деген болады мысалы үшін де. Олар өз сұранысып келеді, менің балама ыстық тамақпен қамтамасыз етіңіздерші деп мысалға. Өтініш жазады да, соны комиссия бүйтіп беріп отырамыз. Балнұр 7-ші классқа қойған қызым мектепке тамақ ішуге барса, балдар басқаша әңгіме айтады екен. Сен сондай Деді деген әңгіме айтпай қояйықшы. Балалармен мақмақ, Деді дегенде, ол мүмкін демеген шығар мысалы. Сөйлесеміз классмен сөйлесейік. Мен Әлим апай, сөзіңіз бөліп, Әлим апай айтайын, ана ішке апарып кішкене тамақ бұдан 6-ші класс, 6-ші класс, мен ауру қызы мен жасты бала кеше, мысалы көшеде жүріп, мен баламды қылқындырыпты. Сенің үйінде шешең семьямен аурусың дейді. Сен маған адам екенсің, мен барып ұрсуға мен шамам демейді, неге мен жүрегі ауырады, мен судырғым бар, шамам оның несін жаттырамын. Бірақ енді ол балаңды айтуға қарсы жоқ. Бірақ әкесіне шешесіне айтқаны дұрыс болса, сонымен класстас болатын болса, біз психологтармен айтып, сынып жетекшілеріне айтып, екінші айту жолында біз... Мысалы, ол ойнап жүрсе, қызым екі қабатсың ба, кішкентай қыз қалай болады? Енді ол көшелерінде болған ба сонда? Мектепте айтады деген сондай. Мен ол көшеде айтып деп қоя салар едім. Мектепте де сөйтеді деген. Мен 3-ші класс оқитын балам постоянно таяқ жейді екен, бірақ айтпайды екен. Нұргүл апай, бір әңгімемен келдіңіз ба, екінші әңгіме қозып, басқа нәрсені жалап жаппайықшы. Таза көмек берілді ма, мектепке қойған шағыңыз бар ма, соны айтыңыз. Отырып алып, жаңағы аға айтпақшы. Әңгімесін бір былықтыра бермейік. Бұның бәрі жөнделеді. Дұрыс балықпайға? Ол бірдеңені айтпасаң, бірдеңені басын қозғап жатыр. Тазасын айтыңыз. Болды. Журналистердің алдын көзінше, ұйымның алдын көзінше бір тазасын айтайық. Мектептен көмек алып жатырмын. Мектепке бұдан кейін қояр арыз шағым ешнәрсем жоқ. Болды, бір ауыз сөзіңіз. Ол жалынып істеген дұрыс емес. Жалынған деген бір басқа. Ертең бар ғой, өніп өсуіңе жақсы. Біреу сотталайын деп отқанда бәрін қатырамын деп, кейін сот біткеннен кейін ұмытып кетеді. Сені біреу қорқытып, қазір осының ішінде біреу қорқытып, осындай деп айтса оныңдай. Кеше тамыз қылып бар ма? Бұл мынандай айбетпе дәкеді. Мана бар ғой, тілден абара болмайық. Бұл бар ғой, ойыншық емес. Бұлар бар ғой, қазір бар ғой, бала шағасынан айырылып, жұмыстан айырылып түсінсем. Түсінесіз ба? Беғараңыз, сіз айтқан екі ауыз нәрсеңе жауап беріңіз. Бірінші жаңа мына кісі дәкен келмей тұрып, сен кітап деп айттың ба, кітап нәрсесінен көтер. Бір, тыңдасай? Екінші айтқан сөзіңіз бар ғой, қалай дейін ашылды деген. Біз сол мәселемен бар ғой, үйің барып, жұма күні бардық Дәулет. Сол күні бар ғой, сен осыны айтқаннан кейін, болды, суббота күні біз барамыз деп сөйтіп шешкенбіз. Түсін ба? Бана маған звондады. Бірақ сол біз 4-ші күні уже бар ғой, неге оқу бөліміне жанында қағаз апарып тастағам. Сіз осы екі нәрсені айтыңыз. Бұл біз газетке, интернетке жіберген себебіміз бар ғой, ойыншық емес ол. Қазір шығарсақ, бұлардың да қарғысы жаман бізге тиеді. Сол тиянақты нәрсеңді айт. Жанында бар ғой, бәрін тексересің ба сен? Иә. Тексеріп ақ келмейсің? Сен білмейсің, сөйтіп жарламайсың ба? Мен айтамын, дұрыс. Бірінші ол кісі бізге келді арыздан. Біз оны шығардық. Екінші мәселе, жұма күні кешке жақын біз сіз четверг күні келген кезде кешке жақын көршілеріңізбен кездесіз. Дәлелде, одан кейін барып жарияладан кейін. Көршілерден кейін біз сөйлескен бетке күйен жағып жағасы отыра бересің ба? Кімге күйен жағылды? Жақтың ба айттың? Неде жағылды? Артақтадың оның бәрінің мысалы. Кім атады? Жоқ, қарашы, ауызда салып газеттің атынан. Ауызда салып беріп отырсың, 18-ші мектеп деп айтып отырсың мысалы үшін өзің. Жоқ, 18-ші мектеп туралы бұл кісі айтты. Бұл кісінің айтқанын біз ютубқа шығардық. Газеттің атынан, ютуб каналдан, газеттің атынан, редакциядан, ана көкем, тыңдашы қазір, ана көкем өте орынды айтып отыр. Мен үй мәселесінің басқасын бар, біз кейін білдік біз оны, онда ауын білмейміз біз. Кеше көршілердің айтқандай естідім ғой. Ал енді ана қыздың өзі де, кеше подругшысының өзі де мына жерде айтып отыр ғой мысалы үшін. Ол ондай ниетпен келмеген, просто аш қалды ма, басқа қалды ма деп сол мәселені айтып отыр да.
да мысалы сондай жанашыр жағын шығарып барып одан кейін барып зерттеп көрсек біз қыспақтан алып жатсақ мына қызды мысалға киім бермей жатсақ басқа болсақ дәлелденіп отырған болса қоспасақ үйіне ыстыққа бармасақ бұның онда біздің кінәміз болса айтса болады мысалға жоқ дұрыс бұл жерде жоқ арызданушы бұл кісі сол себептен мына көкем айтады бірінші мынандай мәселе болды дейді кітап жөнінде деді дұрыс кітабым осылай деді мысалы ол дұрыс па дұрыс емес пе қазір анықтаймыз дұрыс емес болатын болса дұрыс емес деп айтады көкем сендер кітап бермепсіңдер ғой сендер мына бердім деп айтасыңдар деп айтады одан кейін екінші мәселесі холодильнигін ашыпты басқа көріпті мінекей осы екі мәселе сол айтайын да болды басқа әңгіме мен сол кітаптар жаңа ма жоқ ескі ма соны айтшы маған 7-ші класс оқитынды жаңа бірақ 3-ші класс оқитын Сіз видеода 7-ші класс оқитын қызыңыз айтқан кітабың бәрі жыртық жетіспейді деп ал кешегі видеода жоқ сөйтіп былтырғы жылы жаңа кітап келді ғой 3-ші классқа деп айтты ол міне қазір видеода тұр 7-ші класс оқитын қызың менің кітаптарым жыртық түгел емес деген ал 7-ші класс оқитын қызыңыздың кітабы бәрі түгел маған көмек берілмеді деген мен 7 оқитын қызыңыз лагерьге барған көмек ыстық тамақ бәрін алып жатыр ал сіз 7 оқитын қызды сайратып осы қалғанын сөйлей алмайды кішкентай 7 оқитын қызыңыз көмек алған жоқ 2 жыл болды дейсіз ғой біз үйіңе барамыз бармай кетпейміз сен қызыма сонда сен айт мен мына қарап тұрамын қызыңыз видеода сөйтіп сөйлеп тұр екен жоқ мен сөйтіп айттым ба соған бірінші сіз дәлдеп барып айтсаңызшы нұргүл сонда ол қыз қаяқтан алып сөзді одан мына кісілер үйрете ма 3-ші класс оқитын баламдікі рас жыртық кітабы түгел емес мен оны айта аламын сіз 7 оқитын қызыңыз сөйлеп тұр ғой көмек алмағаныңызға 2 жыл болды кітабың бәрі жыртық деп мен сол қызыңыз былтыр лагерьге барған кеше ютубтан отрывта әкеліп көрсеттім сол қызыңыздың кітабы түгел 15 кітабы 2 бөлімнен сол ютубта сөйлеген сол қызыңыз 11 бітіргенше біз сенің үйіңе барамыз Нұргүл өйткені біздің аралау міндетіміз жұмысымызда барма деп жатқан жоқ жоқ сонда бұл Нұргүл жалған ба сөйлеген сөзі осы уақытқа шейін ютубта сөйлеген жалған ба өзі ашқан біз сен басымен сіз қалай айтасыз мен немене жердіңіз аштыңыз мен жүгіріп холодильникті ашма тұр ғой міне айтсай не үндемей отырсың холодильник бір келмеді міне мына тұр мен өмір ағай үйде ақша жоқ пенсия алған жоқпын деп холодильникті өзің аштың ғой ана қызың анандай жерде көрпеде оралып жатты ғой ана ауырып келген қызың міне мен ақшам болмай тұрған айтсайшы сыртын тазалап жаттың ғой сен не бүйтіп жатсың дедім мен сөйтіп едім апай менің міне беретін ақшам жоқ деп анау екінші этаждағы неге ертіп кірдің үйіңе мына жағында бөлмеге мен даже үйде продуктім де жоқ осыдан бірдеңе алсам базарға барып кетсем ба дедім содан кейін барып біз өтірік сөйлеп жатыр екен ғой бағана өзің аштың ғой немене бізге жауап отырсың мен сіз апай өзіңіз келдіңіз кірдіңіз мен кірдім да холодильникті аштыңыз етіңіз қайда майыңыз қайда деп мен мен сұраған да жоқпын ғой сен өзің айттың ғой сол жерде кеше мен мына кісі екі кісінің кеше мамалар қайтыс болды сөйтіп бүгін түсте жетісін мен түсте шақырып алдым бұларды орамалын жабылып келді 5-ші күні жерледі сосын мен 6-ші күні алып келе алмадым мына сосын мен айттым азына екеуі кетесің дедім холодильникті аштың ба ашпадың ба данияны алып бересің естіп отырсыз ғой көзі тұр ғой енді айтсаңыздаршы соны мен айтып жоқпын сырттан біз соседтің үйін тазалап жатыр міне не істесем үйіне барғаныңыз сурет тұр ғой өзі үйі шашылып жатыр жинап жатыр мен шашыла ма жоқ сол кезде өзіңіз айттыңыз сол кезде өзіңіз айттыңыз ғой міне үйде не жоқ деп өзі біледі ғой пенсия алған жоқ деп жазып бердіңіз болды сіз жоқ қоя тұрыңызшы Зарина апай қоя тұрыңызшы Зарина апай келдіңіз сіздің холодильникті ашып болғаннан кейін сіз айттыңыз қанша пенсия аласыз дедіңіз мен 20 мың аламын дедім неге сол кезде сіз жауап бермейсіз ондайды түсінген жоқпын сөйтіп айтпайсыздар ма дедім сұрады өзің айттың бізде қасында тұрдық енді жаңа айтып отырсың ғой бұдан кейін өстіп сұрасаңдар бізге жауап беріңдер деп жатсың болды қазір барамыз қазір сөйлеп отырмыз мен сөйтіп арам ойлап қалдым деп отырсың біз октябрьде бардық одан кейін сенің үйге барған да жоқпыз ғой жылына біз қанша жоқ қоя тұрыңызшы барасыз ба нормальный болып қайтыңыз неге деп ондай келіп анау мынандай анау андай деген әңгімені әркімнен естіген
маған да Біз сен туралы әңгіме естігенде емеспіз айналайын. жоқ келесіздерде біреу ана үйді жиналмайды ана шашылып Бірақ әр адамның жоқ өзім шашы әр адам ол сана сезім жинала ма жиналмай ма ол өз Болды. правы Иә, Мереке. Болды. Қара, мына қара, не доказываю, мысалы үшін бар ғой, мысалы үшін. Сен аштың, мен сен ашпадым дейсің, мысалы үшін. тұр ғой міне қасында. Қазір сен де демейсің, сен де демейсің. Иә. Болды. Әңгіме шеруі тоқтайды. Одан кейін бірақ біз берген көмегіміз жеткілікті. Саған сияқты біз ешкімге басқаның ішінде дәл сондай көмек жасаған сіздерге емес. көмек Айтпай. жоқ Қара, мына қара. Енді сен үйдің қасындағы мектепті мысалы үшін ертең саған келешекте біз саған және береміз мысалы. Мен сіздерге Сенімен байланыста кимеді сіздер маған көмектеспеңіздер болмаса мынандай ақша бермеңіздер деп айттым ба сіздерге бар мен үйде айтқан жоқпын ба айтпаған сөз ютубта осымен көтеріліп жатқан жоқ па 2015-те мен көмек берілген жоқ деген әңгіме Қызың айтып жатыр екен қызым ғой. 5-ші класс оқыған кезде бір рет алды Міне дәл осы айтқан сөз. Дәл осы тоқтай тұр. Дәл осыны айт. Тоқта, енді қара, тоқта. может сізде Тоқта, жаныңыз тоқта, болған шығар тоқта. Енді тоқта. Сен айт. Қашан әпергеніңді? 2015-те сіздің қызыңызға мен көктемде әперген, иә? 2015. Мен бүйттім сізге. 16-ның аяқ. Мен ол кісіге ше, мен өзім классыма спонсор кісі іздеп жүріп, бұл екі ата-анама өзім таптым. Сөйттім дағы бұл кісілерге, иә, мен жүгіріп жүріп. Сөйттім дағы бұл кісіге екі әрқайсынан заттан екі-екеуден әпердім. Кеше қызым Өйткені айтты мен ғой ол сізге, ата-анамды әкеле аламын да қазір, әкел десеңіздер ше. Иә. Екеуіне бір Демеуші. демеуші тауып, Спонсор. ол кісінің қасында жүріп шоферімді алып келе аламын. Жаңа ақшасын санап беріп жүрген. Екі қызды біз базарға екеуін бірге ертіп апарып, бірдей екеуіне де екі қысқы, жазғы, көктемгі деп аяқ киімдерін де сөйтіп әпердік. Әр заттан үшеу, төртеуден әпердік киімдерін. Бантиктеріне Соның де уақытысын айтыңызшы, уақытысын. сумкаларына дейін түгендеп. Былтыр көктемге бардық. Былтыр 2017-ның көктемінде ма? Жоқ, Былтыр 2016-ның көктемінде. 16 уже 17-ге салып басталар ғой уже түсіндің ба? Жылдың соңында ғой. Иә, өзім оқуға кетіп қалдым да. көктемде сізге- Декабрьде. сіздерді- Сөйтіп мен Күзде ол бұл мектепке кісінің келеді. алған алмағанын мен білмей қалдым да. Бірақ қыста бұл кісі қайттан Залима апай беріпті. Сен акцияда Сен бердің ба? Иә. Не бердің сен айт? Етік бердім, Қыста. шалбар бердім, иә? Нұргүл алдың ғой, иә? Етік пен шалбар. кейбірімен шалбар алғам Етік те алдым ғой. алмадым деп жатқан жоқпын мен Жоқ, кеше де Қашан қашан алдыңыз Алдым оны? деп отыр ғой. Қашан? Қыста. білмеймін Январда осы акция қыста. өткізді. мен Январ сіздерге мен көмек бермеді деп дауласып жоқпын жаңағыдай жаңа айттыңыз ғой 2015-те мен көмек Жоқ, бұл бермедім. кісілер айтады. 5-ші класста Бүгін. 6-ші классқа баратын кезде деп жатыр ғой сіздерге Одан кейін алдың сен анау үйдегі ауырып жатқан қызыңа әдемі джинсы арнайы айгүл екеуміз алып айтып отырмыз, джинсы партия шалбармен кофтасымен сондайлар әкеліп бердік иә Үйде ойнап больницаға барғанда кигізесің Нұргүл деп тастап кеттік иә сізге әпермеді деп жатқан жоқпын Одан 5-ші кейін? класс бітірген кезде Тоқтады. алға баратын Одан кейін кезде ыстық тамақ ішіп жатыр ма? екі балаң ыстық тамақ ішеді Қанша жыл болды ішіп жатқанына? биыл ғой ана абзал бұрыннан ішеді Бұрыннан ішеді. кімде балжанда ішкен ғой бұрын биыл ана қосымша бала қостық қой сол кезде Иә. балжан Сосын қосқан қай күні ағай мен көшеде шығып бара есіктің алдына шықсам бұл келіншек өтіп бара жатыр екен. Сосын айтып едім ғой Нұргүл сен біздің мектеп туралы өкпең бар ма деп едім. Міне бет отыр айтшы сен айттың ғой біздің мектепке өкпем жоқ апай мен сізге деді. көшеде А? мен сізге Қызың қасында тұғын, кетпен ұстап ағасын, балаң тұр, күн суық тұғын. Сосын мен айттым, әй Нұргүл екі балаң жарып қалды ғой деп едім, үйден асығыстап шығып кеттім деді. Әй біздің көшеде қайқа барасың деп едім, ана жақта әпшем бар деді. Сосын айттым, иә бізді жаздың деп едім, апай мен сіздерден нем жоқ, мен сіздерді ақтап алам деді. Мен өзі айтты, дәл көшенің ортасында тұрып. Ана Әуелбек Мұқан деген суреті бар ма дедім, мен бұған айттым. Сөйтіп менде қазір жоқ, сол мені алдап кетті, соған там алуға көмектессеңіздер, мен сіздерді ақтап аламын деп өзі кетті. Соны точно айтасың ба деп айтамын деді. Қасында жаңа үлкен қызым мен мына балаң тұрды, айт шыныңды, қолыңда кетпенің тұрды. Сосын кейін мектепке мен хат келген жоқ қой дедім. Не бірауыз бізге айтпадың сатылған деп едім. Апай мен миым ашып ондайды айта алмадым деді. Мен өзі сөйтіп айтты. Сосын мен бірінші күн барғанмын сізге айттым, апай ағай өстіп жатыр бұл мектеп емес, бұның негізі там екен дедім. Өстіп біреу алдап 270 мың теңге ақшасын берді деді, басқасын аламадым деді. Өзің сөйтіп айттың ғой. Мен мектепке қойып жоқ деді. Әуелбек Мұқан деді, Мұхтар мен деді. сізге жаңа пенсиямен ені ғана айттым сіздерге Әй, сен өзің айттың ғой, мен сіздерге мектепке өкпем жоқ апай мен деді. сізге бұл жерде ашылған әңгімені ашты енді біз неге қайта қатемізді түсіндік қой енді бұдан кейін қайталанбайды қайта бір проблема Қандай қате бар? Жоқ, сен қате айтсаң, көмегіңді берсе, қате айтпасын. Жоқ, қатенің барын айтам да, мойындау Енді керек. бала шағаң бәрі біздің мойнымызда.
Мен жаңағыдай жаңағыдай келмеңіздер. Неге келесіздер ма? Мына осындай мәселемен келдік деп айтып жүрміз деген. Одан кейін тек соны сөйтіп айтады. Бірақ қызыңды айтып келдік біз, мына қызың больницаға барыпты, ауырып қалыпты, соны көруге келдік дегенде қызың анандай жерде көрпеде оралып жатты ғой. Сен біз сырттан ертіп Сенің ана келдік. үйдегі оқытатын қызың бар ма? Оған біздің ағайдар үнемі сабағына барып тұр. Оған кірме деп айтпашы қандай. Одан кейін социолог. Жоқ, дұрыс қой мысалға. Мен социолог барады, әлеуметтік педагог барады, мынау не барады, одан тәрбиелеуші барады, и сынып жетекшісі барады. Психолог барады сосын кейін. Жоқ, мен сіздерге барма деп жатырмын. Барыңыздар, кіріңіздер, көріңіздер, қандай жағдай. Бірақ жаңағыдай қылып, мынандай деген әңгіме Нұргүл ешкім әңгіме айтып жатқан жоқ, өзің паникаға дейін. Ешкім саған айтып сырттай әңгіме айтқан жоқ. Өзің қазір назат ход жоқ, әртүрлі әңгіме шығарып жатсың. Мен әртүрлі сіздерге қарап айтатырмын мен. Сен үйіңе көмекте әуел Құдай Бекзат мөлтек ауданы тұрғындарымен беріңіздер мен сіздерге мөлтек ауданы тұрғындарымен мектеп көмектесіп жатыр. Сен назат ход жоқ, үйтпеңіздер, бүйтпеңіздер. Ояр арыз шағымдама мектепке соны айт болды. Мешіт қауымның жаңағы ана созы тауып бүйтіп 60 мың теңге киіндіріп берді сен маған. 60 мың теңге жылдың басында. Ондай көмек кім беріп жатыр? Қазір имам шақырсың, имам шақырайын қазір. Ғалымжан, ал, пайдамай. Сондай ғой. Бізге сенің бір жамандығымыз болса айт, хабарламасақ айт, бізге ата-аналар келеді, мұғалім үйге барған жоқ деп. Вынужден біз барамыз сосын кейін жояқа. Пәлен үй, бір айдың ішінде пәлен үйге барып жатыр, бүйтіп бұндай сөз естіген емеспіз. 11 бітіргенше барғанымыз барған сенің үйге, өйткені біздің міндетіміз. Хабар алып тұрамыз, мін ағайдың өз барыңдар дейді, хабар алып келіңдер дейді. Барып есебін айтып бүйтіп жатырмасаң болмайды да ол. Сен бізбен байланыста боласың. Иә, пәленбай мысалға апталап сабақтан қалатын болса, сода ата-анадан жауап келсе қаяқта болады сен мысал үшін. Мен мысалға бір бала келмей қалатын болса, үйіне барып хабарын білесің. Ауырып жатыр ма, басқа қалып жатыр ма, әшейін өтірік ауырып жатыр ма, соға дейін жұмсап отырамыз. Барамыз, мында екеуміз қанша үйге барамыз жолдың астында. Қазір барады, қоя тұршы, қазір жаңа жерде отырайық. Машинада тұр ғой, үйде тұрып қайтып беру ме? Жоқ, қазір тұра әкімшіліктің қасатырып жіберем қазір қоя тұршы. 5 үй шыдамда шығам, немен үшін жұма? Жұмыста емес қазір жұмыс мен қасымда қазір. Қазір қоя тұршы жұмалы. Жаңа баған деген мәлімет берді. Албеке, не айтасыз? Өз қайраңызды айтыңызшы. Мен үлкендігімді айтатыным бар. Үлкендігімді айтыңызшы. Қараңыз, мен ешқайсысына да бола салмаймын. Себебі бар ғой, адамға осындай басына қолым танымаймын да мен оны. Біреумізде енді келіп көмек дегеннен кейін сол айтсын. Бәрін өзі шешеді, қарағымда. Енді мен барсам, мен кешірім сұраймын ғой. Сосын өзі айтып, өзі шешеді бұл нәрсені. Мен тағы айтамын, тыңдаңыз, өтірік айтса, жаңағы ол жауап береді. Ардан бар ғой, не болатын болса, әбейі соны кесір ақтарым. Мен сөйтіп ойлаймын. Мен үлкендік. Бірақ не болайын, екі болған ма, өзі айтсын, өзі не алса, өзі шешеді. Ашық әңгіме де бұл. Алпеке былай ғой, Алпеке, мынау енді мысалға кез келген адам бекерден жағын шықпайды. Мысалы үшін менің орныма өздеріңіз бүйтіп қойып көрсеңіздер, одан кейін барып, қазір ұйқыдан қалдық мысалы үшін, бір не үшін, сіз сияқты 1800 оқушы бар менде. Кішкентайлармен есептесем де, мұғалім бар. Бұндай семья өте көп бізде. Көп ондай, мысалы. Ажырасыватқан көп. Бар, ол бізде күнде 3-4 ата-ана келеді, бұл жалғыз бұл емес. Көмек беріп келеді. Сосын бүйтіп шалатып көреміз да, не көмек береміз деп ақылдасамыз. Берейік. Мен айтамын, мен үйімде, ана бір бала бар, іште костюм жоқ екен. 11 сынып баласы да, сен көйлекше бересің ұрсам ғой мынандай алыпты. Сен ағай костюм жоқ дейді. Костюм жоқ деп айтасам, сен действительно костюм жоқ ағай жағдай жоқ деді. Деп анау деп өзіміз костюмімізді көрсетпейміз ғой енді. Ана үлкен бала намыстанады. Көрсет, ендемейді біз береміз да мысалы үшін. Енді өзі айтсын дәкеде, өзі айтты, өзі шешсін қордың. Не дейсің? Өмір болғасын осындай болады. Өмір болғаннан кейін бұндай болады. Бүгін Алланың берген саған сынағы шығар, ертең өмірің жақсы болатын шығар. Жоқ, мысалға балдарыңнан көретін шығарсың жақсы өмірді. Қамыңды ақ болғаннан кейін ашумен айтқан шығарсың мүмкін. Бұл жерде главный мәселе бар ғой, бұл мектепке қатысты нәрсе емес, менің өзім ойымша ше. Бұл жерде қатысты мәселе ең главный проблема там. Оразаның күні ғой, ағай сөзіңіз бөлейін. Ол өзі жақсы болмайтын шығар, сен 4 баламен шырылдатып отырсың. Кеше ана көшеде айтып отыр ғой. Иә.
алаяқ әйтпесе 500 мыңға бар иә жерде ала алмайсың қазір. Біз алдап сұлап саған Наташкаға қол көтеріп берген ғой енді. Мысалға Наташка қол қойғаннан біреуден ақыл сұрамаған екенсің мына қол қойсам дұрыс па дұрыс емес деп та. Иә. Сонда мысалы үшін ана Наташкаға бір сомға сатсаң да ол бар ғой, сот шешім шығарғаннан кейін ештеңе істей алмайды ғой. Шығар ете тұрып, сот орындаушы деген бәлелер болады. Әңгімеге жоқ қой. Бізде мысалға жаңағы кредит алғандардың список келеді. Жаңағы не қылса ақшасын қырқып тастайды, бір итіміз шығарады сот орындаушы деген. Ол түсінікті нәрсе ол. Өйткені заң аяқтан шығарып берді, болды мысалы үшін. Бірақ жаман алданып қалған екенсің. Біреуден ақыл сұрауың керек еді. Ана қасындағы апалар бар, жаңағы Қыдырдың апасы, мамасы бәрін біледі, айтып отыр. Ей, айна апана кетейін, 500 мың адам не қыла ма деп. Жоқ, сол кезде жүгіріп келмейсің ба бізге күн өтпей тұрып, апай осындай болады деп. И так қызыңды сұрап алуға келіп кетесің ғой мектепке, баланың жағдайын айтып келіп кетіп жатсың. Мен осындай болып отырмын, миым жетпейді, не істейік десең жүр ғой, міне Бексұлтан жүр, мен жүр, кәдімгі ағайын туыс болып кеткен. Маған айтамасаң, Ақнұрға айтпайсың ба? Жетекші. Иә. Ай, бәріміз акап директорға айтамыз ғой, осындай болып жатыр, ағай, не істейміз деп. Даже ажырасқан семьяны да қосып жатыр ғой біз ортасына түсіп бала үшін. Бізде тек жаңағы соттың дипломы жоқ, басқаның бәрі бар қазір. Қанша ата-ананың ортасына түсеміз мына екеуміз, айтшы. Жылап келеді. Бұндай нәрсеге адам ойланып, кішкене бару керек қой, тамыңда сатқасын бізге келуің керек еді, осындай болып қалды енді деп. Сол кезде қимылдамасақ өкпеле бізге. Өкпе бар ма басқа? Мектепке болады, өкпе бар ма? Өкпе бар ма, жоқ па? Жаңағы болмаса екен дейді. Қайтадан болмайды ол. Болған күнде болмайды ол. Қазір мен оған болмадığına көзім жетіп жатқан жоқ. Бірақ ондай болмайды. Болу мүмкін емес. Сонда мен емес. бәрін ойнан құрастырып жатқан Жоқ, орасан. Мен айтқан шығарсың, ондай нәрсе болған да емес, айналайын. Бізбен жұмыс істейсің ғой, сен де біздің бір мүшемізсің ғой. Апайларың сіздің жетекшінің бәрі отыр деген жерде. Бізге қапа келшілің болса айт, мысалы. Көмек қоятын болса айт. Біздің берген көмектіміз бар өтірік болатын болса айт. Біз барған жерде дәлелдеп көрейік. Кітаптар нашар болатын болса айт. Кеше қызым отқан кезде кітабың жаңа ма ескі ма дедім мысалы үшін. Жаңа дейді. Әне жерде келіп ескі деп ұрып тұрсыңдар мысалы үшін. Болмайды ғой. Мысалға мен жаңа кітап беріп отырып, ескі кітап беріп айта алмаймын ғой мысалы үшін. Алдына әкеп қойып мүмкін, мен кейден нәрсенің орнына. Болмайды ғой жаңа кітаптың бәрі. 4-ші классқа биыл келеді ғой жаңа кітапты, жаңартылған біліммен. Балаң жаңа кітап алады, кезең-кезеңмен келіп жатыр кітаптың бәрі бізге. Ол бар ғой бізде бірінші жаңағы жағдай нашарларға кітап беріледі, бұйрықта да бар ол. Ол 4-тен алады кітапты. Кітап жетеді. Кейін кітаптың бәрі жетеді. 1, 2, 7, 5 деген бар ғой, бәріне кітап жетеді. 4-пен 6-ға биыл келеді жаңа кітап. Басқа не жоқ па бұнда бұл? Айтатын бар ма? Нұргүл жылдың соңы бізде 1000 сан жұмыс бар. Нақты осы кісілердің көзінше шайт, жабылып қалсаң осы жерде жабылып бітіп, сонымен әрбір өз тіршілігін істесін. Жаңа жақсы іс бастап счет аштырып көке. Соған құда қаласа ертең жиналыста кетсе осында қиын себеп болып жатыр, естіп жатсыңдар. Иә. Егер де сенің жаңағы 500 мың сом ақшаңды беріп, документіңмен қайтарып беретін болатын болса, біз неге қонбаймыз? Алдымен біз қонамыз. Біз қонамыз. Біз де көңілімізді береміз. Мұғалім 30-сына басқа не ақса айтыр, акция өткізіп жүреміз дағын, сөйтеміз, осындай семья болып жатыр. Нетті 3 шотта тұр екенбіз жерде көрдім саған. 3 шот болса 3 шотқа сатып жүреміз. Кім шот ашып қойды жақсылап? Иә? Ана бір коммунизм мектебінде бір мұғалім шот ашып түсіп отыр ғой. Сондай ғой. Не айтасыңдар ғой? Көпшіліктің арқасында шешіледі бәрі түрлі. Айтайын ойыңды. Ойыңды айт. Дұрыс, бір өзіңе түсер ауыртпашылықтың бәрі. Ашуланасың, кей күні қуанасың, дұрыс ол өкпең бәрі. Сен негізі проблема мектеп болып тұрған жоқ қой сенің қазір. Әшіп мектепте ерінген нәрсе, ең главный нәрсе тамынан айырып қалған болып тұр ғой сен қыздың. Сол. Үміті бар шығар, әкелетін шығар. Енді біз тамын біз сатып алған жоқпыз ғой мысалы үшін. Біз бірген жоқпыз, көмек береді деген мысалға, қой, сатпа айналайын. 500 мың адам там бере ма деп айтады деген мысалы үшін. Өзің даладан келесің деп айтады деген мысалы үшін. Оның сені квартираға шығарып жүрген ызғақтан білеміз мысалы үшін біз ешкім айтпаса. Менің ауыру қызыма болмаса, мен әдейі істеймін.
Сен әдейі істеп деп те ешкім айтып жатқан жоқ қой. айырылып отқасын ашу үлкен болады, оңай емес, тем более жолдасың қандай қылып сап беріп кетті ойлайды саған. Айтып отыр ғой жаңағы. өзім анандай халде болғаннан кейін андай сөздерде мысалы мен Ондай сөзді біз естімейміз, значит мектептен шыны керек. Сен көшеден естіген шығарсың. Көршінің үйіне шықпаймын мен өз басым. Қолым тимейді жұмыс. Сосын деді деген әңгімеге сенбе. Бізге Кім не келсе, демейді, кім аузы қалып қоясың ол. Құлағымен естімін, көзімен көрдім десең бар ғой, вот сол дәлелі болады. Пәленше ады көшеде пәленшеге депті деген әңгіме Сен оны болмайды. бүйте берсең өзің одан бетер ауру болып қаласың. Иә. Ертең бала шағаңнан кім асырайды жоқсын кейін. Дұрыс Оларға ана керек, сен, әке де сен, ана да сен мықты болуың керек қой ол жерде. Бірақ ақылдасатын жер болса бізге кел, ағай бар, көмектеседі. Қанша адамға көмектесіп отырған мекеме ғой. Осындай болып қалайық деп. Ешкімнің ақылын тыңдамай-ақ та қойсын, мектепке кел бірінші. Ол нұргүл түсінді ғой, түсінікті ма? Басқа ойың бар ма? Жылама кім? Құдай жеткізеді. Бір қиыншылықтың бір рахаты болады дейді. Бір рахаттың да қиыншылығы болады кейінде. Ораза келатыр, Құдай сақтасын. Біз осындай болды екен деп ертең көмегімізді тоқтатып қоймаймыз. Кеше мен айттым ғой, осындай нәрсе істеймін деп. Мен істеймін оны. Бірақ істегенде мынандай істеді деп айту керек шығар, кішкене біздің еңбегімізде. Осындай ағай осындай көмек берді, маған мынандай кезде киім берді, баламды ыстықпен қамтамасыз етті, лагерьге жіберді деп айту керек шығар. Иә? Жақсылығын айтты, дұрыстасын дейді. Ол жақсылық жасап жатырмыз ғой мысалы үшін. Иә? Соны айту керек шығар. Мінекей осы соцсеттен Зәрім апай, Бесілдің неге лагерьге жіберді, сізге рахмет. Сіз киім әперіпсіз, рахмет. Шыны бетекші адамыңыз киім әперді, рахмет. Деп сондай да керек шығар. Бізде сондай жылы сөз естіміз керек жұрттан. Сонша не қылғаннан кейін енді. Бергенімізді берді деп айтамыз мысалы үшін. Бермесек бермеді деп айтамыз мысалы үшін. Бермеген нәрсемізді берді деп айтып отқан жоқпыз қазір. Дұрыс па? Нұргүл? Нағыл дейсің? Ол Нұргүл уақытымызды алмай қойшы, біздің жұмысымыз көп. Мені атшастыра өліп бағыр еді. Қараңызда. Мен қазір әкепсе жинас аштым жағдай тастап кетіп қалдым Қой мен барайын. Адам келіп жатыр. Мыналар шешесінің үйіне әр адамда кеткен жоқ еді. Кеттік жаңа. Екеу. Жетісін жаңа беріп болдық біз. Бізге де оңай болады. Бүкіл ата-аналардың Бүкіл мектеп бойынша ата-аналар жинасы бар сағат 6-та, 6:30-да. Не айтасың, Нұргүл? Айтшы. Бізге қапа берсің бар ма? қайталанбасын. істеп жатқан тірліктеріңізге рахмет. Сөйтіп отырсың. Бірақ енді бұндай нәрсе болмасын. лайым басыңда болмасын бұндай. Өзің басында болмасын қиыншылық. Маңылайым мен таңылайыма бер деп тіле Алла тағаладан. Алла тағала кел. Адамнан сұрама дейді. Алла тағала айтады да. Алла тағала менен сұра дейді. Адамнан ешқандай сұрама дейді. Менің дейді, не себебі сендерге жетеді дейді. Қандай ұлы сөз. Адамнан сұрама дейді, пендеден сұрама дейді. Тек қана менен сұра, менің қазынам жетеді сендерге дейді. Қызыңыз ақылды ертең. Сондай ақылды жетедегі өте жақсы қыз, тәртіпті қыз. Кеше отырды осы жерде. Бірақ ана жерден оқытқаннан кейін тастына басқарына сөйтмей ақ қалды. әлі рахатын көресіз солардың. Сосын рахметіңді айтасың бізге. 11 класста өзім ертең бітірткізіп беремін жақсылап. Құдай қаласа. Кітаптары жаңа. Бірінші бұл жұрт сіздің қызыңызға беремін. Өзімнің де басында болғаннан кейін сіздің жағдайыңызға жақсы түсінемін. Сол себептен мен сізге көп немді, негізі ол басқасы. Қанша бала шаға бар? 2 бала шаға. 2 бала шаға сұрап сашын. Кеше ана яқтан ол анам шынырсақтан тамалды. Екі көз қуанып бүйтіп сашын. Жетім балдар болғаннан кейін 15 жыл квартирада жүріп кеше алып енді қуанышқа енді келеді отыр. Сөйтіп отқан кеше мамалар қайтыс болды. Міне. Иә. Ажал айтып келмейді. 21 жасында жолдасынан айырылды. 21 жасында жолдасынан айырылған. Сенікі қайта кеше. Ол қыз. Иә. Ол өмір сынақ ол. Өмір дегенде ол. берген сынақ ол. Мен де қатты қиналдым. Балалар бар ғой, мен сияқты бауыр жоқ. Мен де жалғыз 4 бала беріп отыр. 4 бала саған бауыр болады ертең. Біреу әке болады, біреу Жапай, менде жалғыз сіңілім бар, болып басқа. Міне мынау да жалғыз.
бір бауырың болса қуанасың ғой. Кеше әпшеңмін деп отыр ғой қызыл көйлектегі. Қатын апшысы ғой, барған дейсіз ба? Квартирант сөйледі. Ана келіншекте сондай ғой, Саша деген. Құдай өзіңе қуат бірақ берсін. сөзіңіз сөйлеп отыр, соған қуанып. Құдай Сөзін саған сөйлейтін қуат адам бар берсін. артында. Біздің тілегіміз Жалғыз сол. емессің. Сенен бір аламай жүрген ақымыз жоқ. Бізге сенің бала шағаң аман болып, сен жарқын өстіп аман есен жүргенің керек. Жаңағыдай проблемаң болса, кел ұялма біздің мектепке. Кім келіп, кім кетсе жатыр мектепке. Алтын кел. Айтпай жатыр ғой. Айтшы, Нұргүл, айтшы. Не айту керек? Үйге барайық. Не айтып ек, айтса Нұргүл. Одан кейін мен 18 мектеп туралы шағымданбаймын. Өйткені көмегімді алады. Мен журналистердің көзінше, қоғамдық ұйымның көзінше деп. Нақты айтса, бітіп бәрім сан қарап тұрсын. ешқандай өкпеміз жоқ, иә. Ертең біз Сіздерден көмек алмадым деп жатқан жоқпын. Жаңағыдай нәрсе болмасыншы. Бізде ештеңке болып Не болмасын? жоқ, айналайын, бізде ештеңке болып жатқан жоқ. Қанша адамның үйіне барып жатырмыз ғой. жаңағындай нәрсе бие болмасын, айтшы. Не істеді жаңағындай үйіне барып? Көмекті барып білсе, өзінің құжатына қанша ақша доход кіретінін сұраса, Бұл ол ана жұмысы несіне ғой. жазды болды ғой. Жылама кім? Болмасын дейді, не болмасын. Жазасың ба балаң оқып отқанда мектепте? Мектепке жазасың ба? А? Айтса енді. Мектепке жазасың ба, жаза емессің ба? Ана балаң да шаршап кетті қарашы. Айтшы. Жаза емессің ба, айтшы. Жаза емессің ба, айта бер. Киім бергенде өтірік, лагерге жібергенде өтірік болса өтірікті айта бер. Мен сіздерге өтірік деп жатқан жоқпын. Осы айтсайшы енді, өтірік болмаса растап айтса енді. Нұргүл дейсіз бола ғой, біз кетейік жаңа неге барайық алмайды. Қайта туған. Не дейсіңдер бұл? Негізі қорытындысын айту керек та, ол дұрыс па? Сізге дұрыс қой қорытындысын айту керек. Қорытындысын айтсын деп жатырмыз, енді айтамай тұр ғой енді қайтесің енді. Ауыздан шыққан нәрсе беріп жатыр, басқаны береміз, не қылмай жатыр ғой. Біздікі дұрыс емес болса, біздікін айт деп жатырмыз енді, оны не дейміз енді? Ешкімге де алмайды да. Өкпем жоқ үшін. Көмек бергендерің Көмек берген рас. рас па? Кітап жаңа ма? Жыламасын. Жазасың ба деп мектепке? Сам бұл. Иә. Мектеп ұжымы Мектеп ұжымына рахмет. Қояр кінаңыз жоқ. Жоқ, бірақ Жылама кім Нұргүл? Сол там есіне түсіп жылап тұр. Жылама. тамыңа да көмектесеміз болды. Жылама. Уәдеміз сол онда. Жылама. әңгіме айтылған жерде қалсын. Иә. 18 Айта қояйын. жоқ, кінәм жоқ. Бәрін айтып жаңа шештік қой проблема. Рахмет сіздерге. Директор ағайға да. Иә, сен үшін көп пісіп Жемқорлықпен отыр. заң деген кісілерге де енді айтылды ғой бәрі. Бұл енді қайта айту бергенде Конкретно. болмайды. Осымен не қылайық? Ешкімге не алмаймын. Кінәм табатын кінәм жоқ. Бәрілеріңізге рахмет. Бағана айттым ғой бәрін. Бір сөзбен. Мен де ашумен айтқан шығармын, бірақ болған нәрсе болып, уже бояу сіңген нәрсені қайтқан қазбалау екен нем жоқ. Рахмет сіздерге. Иә, кінәм жоқ деп айтса енді, соны. 18 мектептің мұғалімдері, директорлары, Бексұлтан ағайға бәріне кешірім сұраймын. Мен де айып бар шығар енді. Сіздерде мені кінәмді кешіріңіздер. Айып саған кінә айтпаймыз, айналайын. Мен де ойымдағын бәрін айттым деп ойлаймын. Кешірім сұраймыз. Сен меня қолдың көрсейсің. Жаныңа бар, біз ана үйге барайық.